Пышақпен 35 соққы және барлығы Нұрай тірі кезде жасалған. Қоғамда дүр сілкіндірген қылмыс бойынша сот процесі шешуші кезеңге өтті. Жар сөзде тараптардың ұстанымы екіге бөлінді. Жәбірленуші жақ айыпталушыны өмір бойына қамауды талап етсе, екіншісі жазаны жеңілдетуді сұрауда. Іс бағдарламасында сот залынан репортаж дайындалды. Машинаның қасында құлады, өткенде куә айтты ғой, біздер машинаның қасында жатыр етті. Оның бәрі куәның сөзіне сәйкес келді деп байқасаңыздар. Сарапшылардың қорытындысы шықты. Марқұм бойжеткен ауыр жарақаттардан кейін ішкі сыртқы қан кетудің, яғни көптеген гематома салдарынан көз жұмған. Жәбірленуші тараптың айтуынша, күдікті өз қылмысын соңына дейін жеткізу үшін оқиға орнына қайта айналып келген. Алайда сотталушы осы сәтте қылмысты аяқтамай тоқтаған жоқ. Керісінше, ол Нұрайдың тірі қалып, болған оқиға туралы полицияға хабарлауы мүмкін екенін түсініп, өзінің қылмыстық әрекеті әшкере болуы мүмкін екенін болжап, қайтадан жәбірленуші жатқан жерге келген. Және куә Беркінбаеваның көзінше, Нұрайға пышақпен тағы да бірнеше рет соққылар жасап, өзінің қылмыстық ниетін соңына дейін жеткізген. Нәтижесінде сотталушы Аймахан Шерхан жәбірленуші Нұрай Серікбайға жалпы 35 рет пышақ жарақатын салған. Оның 9 жарақаты ішке енген, яғни ішкі ағзаны зақымдайтын, өлімге тікелей себепші болатын жарақаттар болған. Мемлекеттік айыптаушы істің мән-жайын толық ескере отырып, заң аясында ең қатаң жаза қолдануды талап етті. Қаза тапқан Нұрай Серікбайдың отбасы соттан ешқандай жеңілдіксіз жалғыз үкім айыпталушына өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұрады. Қорғаушы дәлелдермен келтірген мәліметтер бойынша марқұмның отбасына келтірілген материалдық шығын көлемі 15 миллион 739 мың 65 теңгені құраған. 125-ші сызықша 1 бабының 1-ші бөлігі, 115-ші сызықша 1 бабының бабы және 99-ші бабы 2-ші бөлімі 5-ші тармағы бойынша кінәлі деп танып, ең қатаң жаза өмір бойына бас бостандығын айыруды жазасын тағайындауды сұраймын. Менің айтарым, Нұрайдың өмірі қайтарылмайды. Ешқандай сөз де, ақша да, жаза да қайтара алмайды. Бірақ соттың алдында тұрған мәселе болған жайға әділ баға беру. Айыпталушы Шерхан Аймахан соңғы сөзінде жәбірленуші тарап талап еткен шығынды толық мойындайтынын жеткізді. Алайда, бұдан алдын айтылған 10 миллиард теңге көлемінде моральдық өтемақымен келіспейді. Бұған қоса, қорғалушылары жәбірленушінің адвокаты келтірген істегі алып қашу, сталкинг және аса қатыгездікпен кісі өлтіру баптарымен толығымен жоққа шығарып отыр. Олардың айтуынша, бұл қылмыстық кодекстің 99 бабы 1-ші бөлігіне кісі өлтіру бабына ғана келеді. Кеткен сума 15 миллион 700 мың теңге деген суманы толықтай жұмыс істеп, болашақта өтеуге дайынмын. Ал моральдық өтемақы 10 миллиардты мойныма алмаймын. Және де осындай оқиға болып орын алғанына қатты өзім өкінемін. Және де өмір бақи өкініп өтемін. Бұл отырыста қос тараптың да өжі тыңдалды. Енді сот үкімі шығуы тиіс. Қанды қылмысқа нүкте қояр түпкілікті шешімді судья 13 тамыз күні жариялайтынын мәлімдеді. Іс бағдарламасында бұл істің соңғы шешімімен хабардар етеміз.